жалпы бүгінгі тойда қаншама сыйлық бар. Ол сыйлықтың барлығын сіздерге теңдей бөліп беру, үлестіріп беру ол біздің парызымыз. Сонда қазір рұқсат етсеңіздер, бір кереметтей бір ойын, кереметтей бір шоу болайын деп тұр. Барлықтарыңыздың құрмет қошеметтеріңізбен, ыстық ықыластарыңызбен бүгінгі күнін күршімгі Бақытбекке анамызға арнайы арнап келіп отырған Ғибрат ағамыз шақырамыз. Ғибрат шоу, қошемет. Şapandı, tabiri şapandı koşatayım. Ne kısmı şef, Süleyman?
Қаражорға деген бір би бар, оған приз бар ма бізде? Так, ендеше давайте соған бәріміз билеп қояйық. Кеттік Қаражорға. Так, күйге шақыратын қыздар ортаға шығамыз келсін. Так, стоп! С парами туда. Так, параметрова на жерге. Так, сізге бір Максимова бір жігіт тауып бере көрек, қазір қарап тұратын. Так, қарайын на жерге. Так, білем бірінші. Міне, сен күшті пара тауып бер міне. Бірінші орын точно аласыздар. Так. Қайсыл шықпай жүрген? Мәже жігіттер қыздар келіп бұрғы биге шақырып тұрса, ол жігіт ол қызға қарамаса, значит, что-то не то у него, наверное. Естіген жоқ қой. И оя қалай күшті қызға бет-белеп тұрса, ағай келіп күшті. Жоқ, мен еркегеміз ойдастырып алып қаттық. Не пойдем, олар? Поэтому всегда Ахтбектің тойы бір рет болады. Так, первая пара кетті. Самая молодая, красивая звезда Восточного Казахстана Сама Жанеркеша. И... Так, стоп, жоқ, кетпеңдер, бага, бұл ошибка. Сен ең бір білемін мен. И баяу енді, биде қараса болады ғой, нәрсе істеуік. Ну-ка еще раз. Не то, ну-ка еще раз. Жігітім болса, жігітім осындай болсын, нормальный болсын деген Стоп! Следующая пара кетті. Познакомлю, мұнжақ қараңдар, мұнжаққа. Бұл кісі
не просто стоп айтамын мен. Бұл кісі бүгін алғыс күні бәріне. Директор болған кісі осы. Бұл кісі түгел Бақытбекке еңбек сіңірген азамат осы кісі ме жоқ па? Директор, ал мына кісі мына жағында тұрған. Менің Мақпалымның мамасы, Звезданың мамасы. Қанша кітапхананың басшысы болып қанша азаматтарды орнына келтіріп, бәріне үлкен демеушілік жасаған. Қазір таңда Мақпал үшін жанын беріп, то кредит алады, то үйтеді, бүйтеді, бірақ Мақпалды жұлдыз қылды. Қазір Мақпал деген только дворец республики шақыратын болады. Бағана айттым ғой, енді Мақпалға бір көйлек тақым алып берсе, өз жерде отырған азаматтар егер көшемдегі қандарыңыз таматын болса, мен шот ашып қоямын, Мақпалыма 2 көйлек қайтамыздар алып бересіздер ме? Естілмейді. Кім қаттай келеді? Ну-ка? Кім? Ау. Бақ. Онда сізді мен шотым сіздің телефоныңызды берем. Кеттік мен өңет, міне. Ал, стоп, мынау Мирас деген, бұл главный балетмейстер, филармония бар семейде, Абрек Қашова. Сонда осы ғибрат шоудың менің жанымда, білім как у меня терпит уже 20 жыл дейін жанымда. Қолдары соқты. Мынандай кезінде келген, қазір нормальный жігіт болды. Кеттік, не танысайым. Всегда молодая, красивая, красивая, Әшейін бағана айттым ғой, әшейін адамдар береді ғой, қыз бен жігіт көзіне қарау керек. Ешкім ұқпайды ол екеуі ғана оған. Тут бар ғой, әйелі бар, күйеуі бар, не интересует, потому что ол маған 2 минут болсын. Вы должны почувствовать, что мен еркекпін, мен әйел адаммын. Менің братчикам қызғанбайды ол, красавчик. Потому что сенде жұлдызды ұстау үшін это много денег нужно. Сосын бауырмен көріп десеңіз. Потому что звезда сізге көйлегінің өзі хотя бы $4000 тұру керек. Мақпал жұлдызған көйлегі хотя бы $3000, өзекі $4000 болған. Сонда біз күшін боламыз, солай ма? Еще раз. Молодцы. Стоп. Следующая пара. Вот семейная пара. Жұлдызы жаны тұрған. Вообще, жұлдыздың несі Жу-Шу бұл кісінің аты. Абрек Қашаубаев атты филармонияның ведущий бишісі, мықты балетмейстер, қанша оқушылары бар. Маған келгенде білмеймін, 14-15 болды ғой. Қазір мен жанымда. Сіз бар ғой маған билеген біз қарайсыз былай. Қарасам дұрыс бола ма? Дұрыс болмай ма? Біреу айта ма? Не керек ол? Біз бірді ойлағанда айта берсін ол. Сіз бірді жақсы болсаңыз да айтады, жаман болсаңыз да айтады. Зачем? Адам, главное, әр жағынан дұрыс болса болды. Мынандай жұлдыз ба? Жем ба?
бастап шық. Маған келесің бе кейін? Қатысу. Мен сен Америкаға барамын. Поэтому кішкене қарағанда көзге қарап беру керек. Ау. Армияға сосын бір. Армияға тұрады, армияға там небезопасно. Ну-ка, еще курить, ну-ка, братишка, следующая пара вступает в бой. Ой, братишка, молодец, красавчик. Знакомимся. Братишка, сен что-то бизнесмен ойнамай что-то движение қарағанда. Ой, симпатичный. Брат ағаны ұмытпа, мен уже биыл 60-қа келемін. 3 жылдан пенсияға шығамын. Бұл кезде тойға шақыра ма, шақырып еді. Айтты, шешем бар, қорықпай бе, шеше, звондай сөйлеу. Ана ұлыма бір әсер бер деп. Рада деген, бұл біздің керемет қызымыз. Менің осы ансамбльдегі Лаура қайда Лаура. Біздің міне бізді жетекшіміз қолдан соқты. Осы ойының бәрін ұйымдастырып, Бақытбектің жанында жүгініп жүрген, Бақытбектің хюрем сұлтаны. Міне, ол осы Лаураның оқушысы. Осындай бізде қыздар бір 10 шақты бар бізде. Дүние өзін аралап жүрген. Бірақ күршімге енді қуанышпен келеді. Потому что күршімде тамағы да дәмді, халықтың пейілі де керемет. Қазақ сөз бар ғой, мәселе табақта емес, мәселе қабақта, мәселе етте емес, етте деген бар. Ну-ка, еще раз кусочек. Так, бизнесмен мырза, неге айтып жатырмын? Енді оқуға түседі. Сол уақытта сізге звондап келе ме, помощник? Кетіңдер, звук. Следующая пара, последняя пара, звезда. Қараймыз, қарындасым, сіз атыңыз ба? Нұрзада. Сіз қай жердесіз? Күршімдемін. Күршімде туған бір жерден келдіңіз, Америкада келдіңіз. Америкадан Қытайдан келдім. Қытай қай жерден? Шыңғыл ауданынан. Алтай аймағынан. Көрініп тұр, Алтайда сізге билеу керек екен. Бәше сізге қолыңызға не берсе, қылыш. Қазақтарға кім тисе, рас намаз рас қалам десе, сіз точно звондайсыз. Это точно. Өйткені бір көрінеді, жаңып тұр. Міне осындай қазақтың қыздар арқылы табелис деген бар бізде. Елді қорғап қалған. Көрдіңіздер ме? Жүрегі бар, ниеті бар. Қазақтың бір әрбір қаймағын сақтап қалған. Әрбір мынау қимылын сақтап қалған. Қытайға негізі кезі көшіп кеткен емес, кім көшіп кеткен? Ылғи бет қаймақтар көшіп кеткен, бәрі алып кеткен. Кітаптың бәрі алып кеткен, өздері қарды өңіп жүр. Біз соны қайтадан қуып отырмыз. Сіздер соны қайтадан әкеп жатырсыздар. Мен енді көп балалы анамын, қыз атып келін алып, немере сүйіп отырған анамын. Сыр күміс анам. Сенді алтын ана болыңыз. Оған көмектесеміз. Көмектесеміз, үйдегі бауырыңыз бар, сол көмектессін. Енді мынауыңызда негін алтын екен, бұдан да алтын болу керек, алтын алқа болсын. Бағана анамызды келді таптық бағана. Көрдің Астанадан келген. Асыл ана, ардақты ана деп. Мына жерде енді келесі Бақытбектің тағы юбилейіне келген, мына жерде алтын ана өпіп тұрды деген мәселесін түсіп атып, әңгіме айтып тұрмыз. Так, братишка, сіздің атыңыз? Гитар. Красавчик, күшті білген екенсің. Один момент, кусочек. Дедосик, ну-ка, чуть-чуть. И еще раз.
Hoca birazcık ayağın olmasın. Çok biraz korkmasın. Şimdi ailesiyle oturursunuz canlı getirdim. Егер де міне сенің анау жан жарың келінің осы кісі болса скажем, сен ешкім келмейді, қорғап алады. Көрдің бе? Мына кісі от жанып тұр ғой. Мына кісі мен ешкім келмейді, Қазақстанның деген сияқты. Так, орындарыңызға бітті ма, кім бар еще? Так, выстраиваемся. Қазақстан Республикасында не бар? Совет өкіметі кезінде басқанаға. Совет өкіметі кезінде, помните, партияның кезінде голосуем дегенде қол көтереді бүйтіп. Все за. Қазір бүйтеді. Ана салат білесің бұлар. Кім не сабатыр? Ешкім білмейді. Айтыр, мұғалімдер көп сап жасын, жемшақ екен. Білесіз, білейік істеп жатқан. А мы демократиялық мемлекет тұрғаннан кейін қазір дауыс береміз. Ол қазір гран-при алған, стоп, гран-при алған азамат біздің анамыздың қолынан алады гран-приді, анамызға беріп қой. Бұл тарихта болады ертең. Ертең анамыздың тойы қайталанбайды. 85, ертең 90-да мүмкін, бірақ 80-дегі. Анамыз қазір өз қолымен береді. Сен күшті ойыншықты жүр. Ойыншықты, студию, тез. Сюда. Быстро ойыншық, любой ойыншық. Қолдан соғып қойыңыздар. Сол үшін голосуем. Күршім 2025 қазақтың халық биі Қаражорғада бірінші орын алған азаматтар осы жұп па? Машин ужасно тамақ ішіп алдыңыздар уже. Бүйтіп шаршап отыр. Қашан қайтаймыз, тамаққа тойдық қой деп. Үйбайау қашан беріп қашан қуанамыз. Пандемия кезінде, помните әлгі, үйде жатып қалдыңыздар. Қыздар көйлектен кие алмай қалдыңыздар. Көйлек ойлаған шығар, мен өліп қалдым, ол өліп қалдым. Сол үшін тағы да айтамын. Қаражорға сайысында бірінші орын алған осы жұп па? Так, әлде мына жұп па? Әлде мына жұп па? Әлде мына жұп па? Әше, жарекен, столға қарадың ба? Сені біреу қолдаған жоқ. Қолдаған жоқ сен сөйле. Мені ойлап отыр қазір, бүйті директор қойды. Так, қолдасам, так, счетта бізде қанша ақша бар еді, ойлап отыр. Так, әлде мына жұп па? Әлде мына жұп па? Так, бірінші. Так, сіздер шығаздар отырған. Осы екі жұптың арасында қазір билеп атады сол кезде. Егер мен мына осы үштік жақсы көрсем, орнына үштігі сықырып қол соғамыз. Негіз адамның жыны, ренжігені бар, қаша кетеді білесіздер ме? Айғайлап, жынданып, айғайлап. Шырағында мен күйеуім жақсы көрдім. Сол сияқты. Кеттік! Қайда, пакетші қайда? Тойында бас жүлдені жеңіп алған осы жұп па? Әлде мына үштік па? Стоп. Вообще, только дом культуры. Әлде мына жұп па? Так, кім бізге складтың баста? Анамызға кетті. Қолдан соғып жүр кетті.
Так, асаба бауырым. Қолдарында соғып қойыңыздар, мен асаба бауырым, мен кіріспейтін ғой, негізі кешіресіз. Бірақ ана сіздің каналыңызға кіріспеймін мен, бақытты ақша беріп қойған бұлдыға. Ана, қолдарына соғып қойыңыздар, негізгі күршімдігі бірақ ұлан да жүр. Білмей, ұлан май беріп жатыр ма, біраз беріп жатыр ма, қай тауылға деп отырып. Естімей тұрмын, қай тауылға. Осы биылғы Өскеменде өтетін наурыздың бәрін жүргізеді осы жігіт. Қазір костюм тіккіземіз. Надо бұл басқа ел алып береміз бәрін. Главное, что жақсы болып жатыр күшіне қарап. Осы екі азаматқа анамыздың атынан, Бақытбектің атынан деп, мынандай сыйлықты белгі ұстатып береді. Так, стоп, егер де, давайте договорились на берегу. Қазір енді екеуіңіз подружка сөйлесесіздер. Егер де үйде мантабарка күрсінады болса, мына бені саласыздар. Келе ма? Жоқ, айтып тұрмын просто. Ал болмаса, байқайсыздар. Қолдары соғып қойыңыздар. 2 звезды Курчумского. Вообще негізі Курчумского самая красивая посуда. Ылғи барамыз ғой. Ылғи бізде манты жасап береді. Так, дұрғанне апай, келесі жұмада келе манты жеуге. Ал мен ортаға. Асабаның рұқсатымен мен мына жерде бір бауырымды алып келдім бүгін. Бақытбек, өзің ұстазсың. Так, зал, внимание. Вообще Бақытбек ол тек қана әнші емес. Бақытбек бір тұлға. Бақытбек ұстаз. Қанша баланы тәрбиеледі. Қанша балалар бар. Сол үшін мен бүгін Шығыс Қазақстан университетінің түлегі, бірінші курста оқушы мен оқушым бар. Мансур, болашақта мен ойлаймын, Қазақстан жұлдызы болады. Мен әдейі алып келгенім шашу ретінде. Сол сенің оқушыларының атынан деп. Сондай оқушыларының сенің ертең университетте оқып, Бақытбек деген ағамыз бар ұстазыңдар деп жүрсің. Сен керемет ұстазсың сен. Сен керемет азаматсың. Айта беремін мен. Ал анау әлгі анаға мынаған қарап жүр қыздар чуть подумают пусть. Енді келесі жылы анамызды қуантып, Өскеменде бір ыстық бауырсақ жеп, той жасайын бір күнге жетеміз бе деп қолдарыңыз соқпайыңдар. Мансур өлең айтады, дом көтере бастайды, қалғандар қосылып жақсылап билейді. Муслим Магомаевтың керемет әні болған. Оны Рахматаға біледі. Синяя вечность. Солай ма? Знает. Вернулась говором чары, песни прибоя, рассвет пробудил сердце друг друга, морем встречали, сердце песня летит из груди. Стоп. Только поставь. Елдос. Вообще давно оркестром қатты шығып тұр даусынан. Отрегулировал быстро. Ну-ка, ана, не алып тастар, высокилардан шығып тұрған. Ты что? Остался. Что-то қайрат ұртасы емес сен, төре қайрат семейді сен. Ну-ка, шығасың.
Жалпы өнер адамы болғаннан кейін, халықтың алдында жүргеннен кейін, сахнада жүргеннен кейін ең бірінші жағаң таза, киімің үтіктеулі болу керек. Сондықтан бір үтікті саған берейік осы. Қошемет. Рахмет. Бәрекелді құрметті ағайындар. Енді тағы да бір тамаша тілектің кезі келіп тұрған секілді, жаңағы құдағилар деп айтып жатырмыз ғой енді. Әулет үлкен болғаннан кейін, түфәй тіл көзін сақтасын. Әулет үлкен болғаннан кейін, ол әулеттің сырластары да, сыйластары да, құдалары да, құдағилары да көп болады. Сондықтан тағы да бір тамаша бүгінгі үлкен мерейтойлық дастарханымыздың кереметтей қонақтары, кереметтей сыйлаулары, кереметтей қадірменділері біздің құдағиларымыз. Ардақ құдағи, Сиязбек құда, Бейісхан құдағи, Рахметқалиевтер әулеті, Қырықбаевтер әулеті және ауылдастары, яғни сонау Марқа өңірі Тақыр ауылынан келіп отырған Шәрік Гүлнәр, Манар Гүлнәр дейді. Осы той қонақтарын құрмет қошеметтеріңізбен ал Гүлжамал апай, Маржангүл апай, тағы да рахмет. Осы есімдері аталған барлық құдағиларымыз, барлық ауылдастарымыз ортаға келіп, анамыздың мерейтойына мерекелік тілектеріңізді білдіріп кетсеңіздер. Келіңіздер. Құрметті құдағилар, құрметті ауылдастар, қош келдіңіздер. Жоқ. Иә. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Той құтты болсын, шаттық құтты болсын. Осы тойдың шаттығын бөлісіп, осы тойдың қуанышына ортақтасып келіп отырған сіздерге Алла тағала мыңдап разы болсын. Жақсылық болсын, қысқа да нұсқа, тәтті де сәтті, аң жауықты анамыздың мерейтойына арнайы алып келген өздеріңіздің мерекелік тамаша тілектеріңізді білдіріп өтсеңіздер. Келіңіздер, кімден? Аға, өзіңіздің баса? Бұлай шығап құдағайыма қарап айтайыншы, мына жақта жерге қарап айтпай. Ал құдағай енді айырлы болсын, енді кешірерсіз, енді біздің жаңа балалар жұмыстан шықты, жай кеп қалдым енді. Оның алдыңын да кеп кеткен өзі қайырлы болсын деп айтып құдағайыма. Ал енді мынау құдағайымне жүгіріп отырып 80-ге жетіп қойдыңыз міне. Енді Алла тағала сізге düz жас берсін. Енді ол düz жасты құдағай асықпай, аяңдап жетіңіз. Балаларыңыз айтып отыр, той жасайым деп, үлкен шешеміздің тойын жасаймыз деп отыр балалары міне түгелді. Бұл қыздары бар түгелді той жасаймыз деп отыр. Ал енді соған асықпай жетіп, деніңіз сау болсын. Иә. Енді сіз düzге жетсеңіз, мен 98-ге жетеді екен. Сол 2 жас құдағайдан кішімін. Енді сізге қалмай келе жатырмын енді. Сізге 100-ге жеткізсе, сонда да мен де нетіп қалады екенбіз, 98-ге. Ал енді Алла тағала тойдан айырмасын, бала-шағаңыз дендері сау болсын, жұмыстары алға бассын, тілеген тілектеріне жеткізсін, немерелеріңіз, шөберелеріңіз аман болсын.
Mine jiyenleriniz жетip koydu, men biledim. Sol jiyenleriniz aman bolsun, sizin elleriniz sağ olsun, dastarkanı mol olsun. Allah Teala dileklerine жеткізе bersin. Rahmet barlıklar. Aydan bileyim bәрім төмен қашасын. Құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағилар, құдағи мерейтойымыз құтты болсын. Мінекей осылай мына бала-шағаларымыздың ортасында тойлап жүре беріңіз. Осы балаларымыз мінекей осы жасап жатқан тойы Алла Тағала соларға бір үлкен ұзақ өмір берсін, сіздікі сияқты. Құдамыз міне дүниеден ерте кетті. Көршіміз құда деген бір асыл адам еді. Мынандай тойды көре алмай кетті. Алланың берген жасын жасады. Аман есен болыңыздар. Осы тойға келіп отырған барлықтарыңыздың дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Ел жұртымыз аман болсын. Осы құдағидың тойғыса барлығымыз тойлап жүре берейік. Рахмет. Құдағи дейді, әнге дейді, апа дейді. Бәріне сайсыз, сізге денсаулық тілеймін. 101-ге келіңіз. Бала-шағаның арасында қартаймай, аман есен жүре беріңіздер. Әр үйде осындай той болсын. Ал тәте, 80 жаста тұрған жасыңыз болсын, деніңіз сау болсын. Әзінде қошаныңызды, жүздеріңізді тойлай берейік. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіз. Немере шөбереңіздің қызығын көріп, аман есен отыра беріңіз. Осы мол дастарханыңыз үнемі жақсылыққа жайылсын. Құтты болсын. Құрметті бүгін тойға жиналған қауым, тойға себепкер болып тұрған бүгінгі міне төрді бастайып отырған Гүлмәраш апамыз. Гүлмәраш апа 80 жасқа толған тойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Аға көрмей кеткен қызықты балалардың ортасында сіз көріп отырыңыз. Міне бүгін алғыс айту күні екен, бәрілеріңізге тойға келіп отырған бәрілеріңіз аман болыңыздар. Алланың нұры жаусын, Рамазан айымен қатар келіп отыр екен. Ораза ұстаған адамдар оразаларыңыз қабыл болсын. Тек қана осы бала-шағаның ортасында балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көріп отыра беріңіз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Бақытты болыңыз. Құрметті тәте, көрші апам, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Енді кішкентай ауылда Тақыр деген ауылда бірге өсіп, бірге өніп, Бақытбек бар, бәріміз қызығы мен шыжығы балалық шақтың өткен шақ. Енді сізге алдағы ғұмырыңызға да тек жақсылық тілеймін. Бақытбек шығармашылығы шыңдала берсін. Ылғи осындай жақсылықта тойда ғана кездесек, жиған тергендеріңіз тойға ғана шашылсын. Құдағи, бүгінгі 80 жасқа толған туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Мына немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, арамызда ойнап күліп, зор денсаулықтың арқасында жүре беріңіз. Бақытбек құда мына бүгінгі кешіңіз өткізген өте тартымды, әр адамның көңілінен шықты, құтты болсын. Еңбегіңіз осыдан да ары шыңдала берсін. Ал енді осындай бір керемет күнге, керемет осындай мейрамханаға келген мына жұрт, халық, бұл жерде ешкім бөтен адам келіп отырған жоқ. Мына кісі міне 10 бала тапқаннан кейін бұл кісінің өрісі кең, тұсауы ұзағынан болған бір керемет жанның бірі ғой. Мен ортамызда 80 жасқа. Соның арқасында осындай керемет күнде, керемет қуанышта бас қосып жатырсыздар. Қуаныш ұзағынан болсын, той қаласын дейін біріншіден. Осындай тойға, осындай мерекеге куәгер болып жатқан тәте, сіздің 80 жасыңыз, сіздің балаңыз алтын асықтай. 10 бала, әр бала 10 саусақ бірдей емес дейді ғой. Баланың да әрбір бетке ұстары, әрбір өзінің сынығы, өзінің жанына жақын, жүрегіне жылу беретін бір бала болады. Енді ол сіздің балаңыздың қызы
қызыңыз анадай, балаңыз мынандай деп тұрған жоқ. Жаныңызға жақын осы Бақытбегіңіз екен, байқаймын ағайын. Міне Бақытбегіңіз сондай бір керемет, өзіңіздің 80 жасыңызға арнап, керемет бүгін міне әлемнің жарығын сыйладың сен маған деп сізге арнап алғыс айту күніне байланысты алғысын айтып 80 жасыңызбен тойлап осындай керемет өзінің өнер жолындағы концерттік бағдарламасын берді. Өте керемет деңгейде өтті. Бүкіл осы Күршім ауылының халқы бәрі риза болды. Адамды риза қылдыру деген ол екінің бірінен, мыңның бірінен келе бермейтін нәрсе. Бақытбек, сенің де творчествоң табысың құтты болсын, тек өнердің өрісінен көрін деп айтамын. Тәте, сіз өте бақытты жансыз, үлкен бәйтерек болып отырсыз. 10 бала сүйдіңіз, 10 балаңыз жапырақтай жайқалып, тамырлары кейінге тарап жатыр. Өйткені немере сүйдіңіз, немереден шөбере сүйдіңіз. Енді шөпсек сүйіп, Алла тағала сол бәйтерегіңіз құламай, бала-шағаларыңыз, жапырақтарыңыз сарғаймай, тамырыңыз үзілмей, жақсылықта жүріңіз. Содан мен өзім Семей облысы Ақсуат ауданының тумасымын. Сол жақта бізде Ақсуатта бір азаматтың Бақыт деген бір өлеңі бар еді. Соны сіздің құрметіңізге оқып берейін. Бақыт деген көрген әрбір жарық күн, бақыт деген тыныштығы халықтың, бақыт деген жаныңызға жайлылық, бақыт деген өмір сүру қалыпты, бақыт деген болу өз отаның, бақыт деген отбасыңмен отауың, бақыт деген мейірімі ананың, бақыт деген ақ батасы атаның, бақыт деген жаныңдағы жарыңыз, бақыт деген бала тәтті барымыз, бақыт деген туған жерге ту тігу, бақыт деген намыспенен арыңыз, бақыт деген арқа сүйер ағалар, бақыт деген үніп алу бағаң бар, бақыт деген адал еңбек ырыста, бақыт деген татыр жеген қара нан, бақыт деген ағайынмен сыйластық, бақыт деген досқа деген қимастық, бақыт деген махаббатта мәрттікте, бақыт деген жасай білу сыйға сый, бақыт деген байлық емес еншілер, бақыт деген денсаулықта тершіге, бақыт деген жүректегі иманда, бақыт деген тату тәтті көршілер, бақыт деген түзу ұйым бөркіңді, өзің үшін ең құнды, бақыт деген тәуелсіздік еркінді, бақыт деген ақиқатты айта алу, бақыт деген әдемі болып қартаю дейді. Сол сияқты әрбір адамға сіз сияқты әдемі қартаюды жасын, сіздің жасыңызды, сіздің өміріңізді осылай ұрпағыңызбен мың жасап отырған Алла тағала сол жақсылықты берсін деп тілеймін. Аман болыңыздар, рахмет. Еселеніп қайтсын. Рахмет сізге, бәрекелді құрметті ағайындар. Жалпы сіздер көпсіздер, мына бір күнді бір концерт беріп 300 адамның басын қосып той жасау деген ол үлкен қаншалықты бір күрделі жүйе, күрделі жұмыс екенін барлықтарыңызға белгілі. Сондықтан рұқсат етсеңіздер, бұл жерде енді қазақ қашанда үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсеткенбіз. Сондықтан мына тура менің оң жағымда отырған ақжаулықты аналарыма бірден осы жерде тілек беріп жіберші деп айтып жатыр. 88 жасқа келіп кереметте мерейтойын өткізген біздің аудан емес облысқа белгілі үлкен сыйлы сырлы ақжаулықты әжеміз Қанипа апамыз бастап, Галя апа, Бағжамал апа, Дәрия апа, Вәзира апа, Күлімхан апа, тағы да басқа көрші апаларымыз ортаға шақырсақ деген ниеттемін. Келіңіздер, Шәуар апамыз бастап, келіңіздер барлықтарыңыз.
қолдаша алтын алқадағы әсемені мұны санайып тұрсың жабылып тырға кепсін қолдаша алтын алқадағы әсемені мұны рахмет. Бәрекелді. Құрметті ақ жаулықты асыл аналарымыз. Тойға қош келдіңіздер. Жай той емес, өздеріңіздің замандастарыңыздың тойы, көршілеріңіздің тойы, жай ғана той емес, берекелі той, мерейтой. Аба келіңіз. Сонда рұқсат етсеңіздер, жаңағы 88 жасқа келген қайын папам қайсы екен? Қош келдіңіз апа. Той құтты болсын. Мына өзіңізден бастап, тура өзіңіздей әп-әдемі, ақ жаулықты, жап-жас, осындай керемет сыйлы аналарымыздың тілегімен жалғастырсақ. Антойшыл қауым, Құдағайымның атын ұмытып. Құдағайын атын не? Ау. Мәреш, алтын мәреш құдаша. Туған күнің қайырлы болсын. Жаңа жас 80 жылың қайырлы болсын. Осының барлығы Алланың берген бақыты. Алла тағала ұзағынан берсін бақыты. Мына ұрпағың, тұқымдарың өссін, өсіп отырсын, соның қызығын көр. Еліміз тыныш, басымыз аман болсын. Алла тағала барлық бала-шаға ұзақ ғұмыр осы біздің жасымызды беріп, бақытымызды беріп, аман жүрсін халық. Оған тілеулесін. Бәріне рахмет қара. Мына Бақытбек. Бақытбектей ұл тауып, оның қызығын көріп, ол саған той жасап беріп жатқанына мыңда бір рахмет. Осы қиғым келмеді, өзімнің ұлым бұл. Аман жүр қарқым. Өркенің өссін. Бақытты бол. Мен үнемі сен жақсы көрімді, өз тілеуің тілеп жүрім. Рахмет. Ал құрметті ағайын жағат, бүгін міне шаңырақтың астында бәрімізді бас қосып отырғанымыз Әбдімайраштың 80 жасқа толған тойы. Бұл енді 80 жасқа жету деген, енді ол Әбдімайрашқа мен бір Аманат ауылының қызы болыс. Аманат ауылының қызы, Аманаттың тумасы, сүйегі Құрман болып келеді. Мен Құрманның келіні боламын. Ал енді балалық шағына келсек, балалық шағы сол ауылда өсті. Жастық шағын кішкене еске алып қояйын. Ағамыз болды, Сәрсенбек деген. Менің Сыдыққан деген жесем болды. Бауырымыз болды, Дүйсенбек деген. Сол ауылдың тумасы, сол ауылда еркелеп өсіп, сол ауылда жақсы қыз болып, кереметтей әкесін де танимын өзі. Енді шынына келгенде, менің шалым да Құрман, бүгісі маған қайын сіңілі болып келеді. Енді қай жылы тұрмысқа шыққанын білмеймін, енді сол ауылдан енді. Сол ауылдан шықтыңыз ба тұрмысқа? Сол жақтан шықтыңыз. Енді жақсы, барған жерінде жақсы келін болды. Келіндік міндетін жақсы атқарды. Ауылдың қызы атын шығарған жоқ. Оның бәрін білеміз. Одан енді шалы Мәукен менің шалымның досы болды. Бірақ байқа менің қарындасым алдым деп арасында қалжыңдап жүретін. Өте өткенше керемет дос болды, керемет бауырлас болдық, керемет араласып тұрдық. Қанша бала келді, қанша ауыртпалық заман өтті, ол кезде мұндай заман жоқ. Ешқандай ешін жиған жоқ. Осы қалпы, сол қалпы, сол балалардың бәрін өсірді, жеткізді. Шалының алдынан ешқандай бір көңілін қалдырып, жоқ. Сондай әдепті келін болды. Сондай әдепті ана болды. Енді біраз ғана жыл болып қалды енді.
шалымның қайтыс болғанына, менің шалым да қайтыс болды. Енді әлі де қайын сіңлі деп жүрем. Қайын сіңлім. Енді міне балаларын жеткізді. Ұлым ұяға, қызым ұяға қондырды. Енді балалардың санын айтпай қояйын. Тіл-көзден аман болсын. Солардың немерелерін көрді. Алла тағала шөберелерін көріп отыр. Жақсы әже, абыз, ана жақсы әжеге айландым деймін. Соның міне бүгін міне кешегі желпілдеп жүрген Аманаттағы қыз бүгін міне 80-ге толып селкілдеп отыр деп ойлаймын, бірақ әлі де қыз деп жүрем. Әй қыз қалың қалай, әй қыздың айтып отырамын. Әр менің қайын сіңілім қалай, жақсы ма деп сұрап жүрем. Әзіл ғой енді. Ал енді жасың 80 жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Мына бала шағаң жайылған тамырың құтты болсын, жапырағың жайыла берсін. Осындай ағайын жұрағатың көп болсын. Туыс жұрағат, құда жекжаттарың молая берсін. Немере, шөбере, шөпшөп көр. Бәрі жақсылық болсын. Енді осы жерде отырғандарыңның көпшілігіңізге осы кісінің бағын тілеймін. Денің сау, басың аман болсын. Бақытты бол, жасыңа жас қосыла берсін, қайын сіңілім. Гүлмеріш, тойың қайырлы құтты болсын әкем. Бала шағаң аман болсын, аспаның ашық болсын, денің сау бол. Енді Алланың берген жасына жүзге кел. Бақыт берген саған айтарым қарғам, биіктен көріне бер. Не деймін әкем? Аспаның ашық боп, осыдан тайма қарғам, биіктен көріне. Ал енді бүгін жиналған қауым Күршім ауылы, құда-құдағилар, туыс-жұрағаттар, біздің көрші болдық. Бұл кісілер көшіп келгелі міне 15 жыл болып қалды. Бізге 20 жыл болды. Қойтастан көшіп келдік біз. Содан бері қаратай бір шағым шайымызды бөліп ішіп, бөліп жеп. Иә. Жақсы көрші боп, 1000 жылдық құдағимыз. Құдамыз енді кетіп қалды, иманы жолдас болсын. Бір аунап жатқан шығар. Құдағи енді туған күнің қайырлы құтты болсын. Көрінген бала шағадарыңына, Құдайдың берген бала шағасы, ұлдарың, қыздарың, келіндерің, жиендерің, немере шөберелерің барлығына амандық тілеймін. Барлығының арасында ойнап күліп аман есен тойын той қыласа берсін. Бақытбек, енді мына мен қайырлы құтты болсын, мына аналарға арнап қойып жатқан концертім қайырлы құтты болсын. Ары қарай шыңдала берсін. Тілеген тілегіңе жете бер. Аңсаған арманына жет, еңбегің жемісті бола берсін. Бақытты бол әкем. Ал енді бүгінгі тойға жиналған қауым, менің нағаш апам енді 80 жасқа келіп жатыр екен. Мәукен туған нағашымдай болып, бір шайнек шайды бөліп ішіп, Бақытбекпен барлықты бірге ойнап күліп, бірге жүрген баладарымыз. Енді Күлмәреш, саған тілейтін осы бала шағаның жақсылығын көр. Бүгін бақа, енді концертіңе апайын келе алмай қалды, енді аузы беріп көп. Енді қайырлы құтты болсын қарғым, денің сау аман жүр. Осы шешелеріңнің енді жақсылығын көрсетіп, қыздарға, қыз күйеу, барлықтарыңа бүйтіп той істеп беріп жатқандарыңа рахмет айтамын. Бәріңіз айтсаңыз. Бақытбектердің апайлардың көршісімін, осы бәрі көршілері. Мен көршілерінің атынан Бақытбектің мамасына көп рахметін айтамын. Сізге туған күніңіз қайырлы құтты болсын. Еліңіз сау болсын. Осындай барлықтарыңызда той болсын. Бақытбектің тойына келіңіздер. Той жасасын. Құдағи, құдағиды қой. Туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, бала шағалар аман болсын. Осы бала шағалардың қызығын көріп, жүрегіңізден құда-құдағилар, туыстар, қыздар, бәрінен аман еден болып,
тойдан той айырмасын Құдай. Той бола берсін. Иә. Сусамыр елдің жайлауай, әлі ғана байлауай. Өлім дегеніне ой емесін, жайры шығар қорадан. Той емесін, сусамыр елдің өмірдің бағына байлауай. Айт дегенде өлеңді, айтпас дедім ай. Тойда айтпаған өлеңді, қайда айтамын ай. Сусамыр елдің жайлауай, өмірдің бағына байлауай. Сусамыр елдің жайлауай, өмірдің бағына байлауай. Рахмет аға, мына тамаша тілегіңізді, жаңағы тамаша әніңізді барша жұрт бағалап өтсін, жаныңыздан тек жақсылық жағалап өтсін. Сіздің әдемі дауысыңыздың қасында бүгін ғана кеш берген Бақытбектің дауысы садаға кетсін деп қойшы сізге. Рахмет. Рахмет. Дәрігер құрметті ағайындар, олай болса, рұқсат етсеңіздер, дәл қазір бүгінгі 80 жас мерейтойдан анамыздың жасын берсін, анамыздың берекелі, абыройлы, сыйлы ғұмырын сіздерге нәсіп етсін деген ниетпен, осы тойдан сіздерге кәде болсын, осы тойдан сіздерге сый болсын деген ниетпен, барлықтарыңыздың құрмет, қошемет, рұқсаттарыңызбен ортаға той бастар тартуын шақырсақ. Қошеметтеріңізбен.
тойбастар тартуын кәдесін барлықтарыңыз алсаңыздар, мына ер азаматтар жақ әсіресе бізге крем жоқ па деп ренжімеңіздер, әйел адамдарға ғана болған кезде барлықтарыңыз алдыңыздар. Енді рұқсат етсеңіздер, қазір бір тамаша трек болсын, сонайын кішкене далаға шығып, сыртқа шығып, осы жерде би билеп біраз демалып алайық. Өйткені мен қазіргі негізгі назарды мына шығармашылық адамдарына арнайын деп отырып, өйткені ортамызда осы күршім өнеріне, шығыс өнеріне еңбегі сіңген өнер ардагері, қаншама жыл осы күршім өнерін, күршім мәдениетін басқарған Бақытхан ағамыз отыр, Бақытхан Фазылұлы. Және де аудандық мәдениет үйі, аудандық кітапхана ұжымы. Осы бір шығармашылық адамдардың барлықтарыңыздың құрмет қошеметтеріңізбен, яғни Бақытбек ұлдарыңыздың әріптестері, ағалары, жеңгелері, әпкелері, іні, қарындастарын барлығын ортаға шақырсам. Бақытхан аға, өзіңіз бастап келіңіздер, барлықтарыңыз құрмет қошеметтеріңізбен. Рахмет, қош келдіңіздер. Мына Бақытбекті Бақытбек қылған ортамыздағы анамыз болса, Бақытбекті халыққа танытып, атын шығарған сіздердің де елеулі еңбектеріңіз ерен шынын айтқанда. Сондықтан көп-көп рахмет. Осындай мерекелі берекелі ұжымда үлкен жетістік, толағай табыстарға жете беріңіздер деп, ортамызға Бақытхан ағамыз шақырып, сол кісіден бастап тамаша тілектеріңізді тыңдасақ. Қайырлы кеш, ардақты тойшыл қауым. Бақытбек, сен не отырсың? Саған айтамыз. Бақытбек енді коллективім, рахмет, керемет шашып, той жасап жатсың. Сұңқар шашып жейді, қара-қара табанына басып жейді дейді. Бағана Дон Петраның ішінен бастап, қаншама гүл шаштың, қаншама шашу шаштың. Рахмет, енді мен рахметті айтайын деп тұрғаным, мені елеп ескеріп, ескі көзет деп шақырғаныңа рахмет. Шақырмасаң да мен саған ренжімеймін. Енді мынау анасы бар адамдар қартаймайды деп, апай, енді маған ана емесіз, менен ары кеткенде 10 ақ жасын көмсіз. Сонда мен де сіздің етегіңізді басып қалғандаймын. Енді тәуба, баяғыда Дәуіт пайғамбар бір намаздың үстінде 30 жыл болған екен дейді. Оң жағына қарап, ассалаумағалейкум рахметолла дегенде 10 жылын көріп, сол жағына қарап, ассалаумағалейкум рахметолла дегенде 15 жылын көрген. Мына жағынан 15 жыл, мына жағынан 10 жыл. Кішкене көпіршілік жасап берді сөйледі. Сонда Алла тағала 30 жылын қанын алып берген екен дейді. Көпіршілік жасайтын емес, апай, әте деп айтайын жеңге деп. Құдайға тәуба, ұл қияға қондырып, қызды қияға қондырып, 10 баланы ұшырып, ортасында қызық көріп отырсыз. Ағамыздың артында қалғанның өзі бақыт. Міне тәуба, ішкеніңіз алдында, ішпегеніңіз артында. Жаңа мен айтайын деп тұрғаным, 10 балаңды ертіп, балапан қаздай түгелімен келе жатқанда тіл көзден сақтасын деп айттым мен. 34 немере, 20 шөберен қазақ баланы санамайды. Бірақ ертіп келгеніңіздің өзі осы бақыт. Алла тағала осыны көп көрмесін, өзіңізге жақсы жас берсін. Сізге керегі бірақ нәрсе, арманыңыздың кім екенін ел біліп отыр осы жердегі. Шапалақтайықшы.
біз сол тойда біріміз пелмен түйіп, екіншіміз палатка тігіп, чапқылап жүрейік. Сол той ұзағынан болсын. Ал енді Бақытбек, бауырым, бүгінгі концерттің керемет өтті. Шақырған адамдарының бәрі келді. Залда орын болмай қалды. Сыйлаған халық келіп жатты. Енді міне ұзағынан сүйіндірсін. Неменені пландадың? Талай әріптестеріңнен өмір жетпей қалды. Әйтпесе шетінен әншілер. Қуаныш деген баламыз кеше Зайсаннан Шамшығалдаяқтан бірінші орын алып келді. Көрші ауданнан барып. Сондықтан Бақытбек ұзағынан сүйіндірсін. Енді ғибратқа рахмет. Тойдың сәнін келтірген. Талай нәрсені көріп ек, ресторанның ішіне түйе кіргенді бірінші рет көріп, түйе кіргенін көріп тұрмыз. Шашып жатырсың, тойың той қыласың. Алла тағала осы қызығыңды көп көрмесін, өзіңе ұзақ ғұмыр берсін. Апамызға, жеңгемізге ұзақ ғұмыр берсін. Алла тағала ауданымыздың төтені түзу үшін тек береке бірлік берсін. Бүгінгі 1 март алғыс айту күнінде барлықтарыңызға алғыс айтам. Өмірде бар болғандарыңыз үшін, осы тойда жүргендеріңіз үшін, береке бірлік үшін. Келе жатқан 8 март құтты болсын. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Дастархандарыңыздан ән кетпесін, үстеріңізден сән кетпесін. Береке бірлік болсын. Рахмет. Бақытқанағы сізге Алла разы болсын. Мынау енді ұстаған оразаңыз қабыл болсын деп отбасыңыздың атынан сізге жай намаз. Қошемет қойыңыздар. Бақытбек баяғыда кішкене өкпелеңкіреп кетіп қап 2006 жылы. Содан аржаның өскеменнен келе жатсам жаман жүгірейін мен. Қазынакөптің ішінде өлеңді сылқылдатып жүр. Той жүргізбін. Оттамай қайт дедім мен. Өзімізге келді. Міне содан бері талай жүлдені жеңіп алды. Күміс көмей жезтаңдай әнші, табиғаттың берген сыйы. Аллаға тәуба, міне алдын жүре берсін. Ғибрат, саған рахмет, елдің атынан. Ал мына жиналған қауым Ақтан ағамыздан кейін уже айтарға сөз жоқ. Айтпай ақ қояйын. Бірақ мен Әзірбаев атамыздың бір ауыз өлең айтып кетейін сіздерге. Бақытбек бауырым, бір жас бар 40 деген қылмыс екен, мойнында бір жұмысқа болмыс екен. Асқан соң одан әрі 45 жас. Ішкі болмағаны ұлдарыз. Елуде емін келмесен дегенмен қыздарға қолын жетпес көргенмен. Келген соң 55-тен 60 жасқа. Шалдың ойнайсың екен бөрімен. Балама сізге айтайын. Неше толым 70-те жер таянбай тұра алмадың, қолыңа таяқ алмай жүр алмадың. Балаңмен келініңе тілің өтпей, әңгіме шуы шеріңе алмадың. 80-ге келдің, 80-де апа болдың секірдеген, жер соқса жермен бірге епілдеген. Ол деп айтса жарайын, аман болыңыз, бақытты болыңыз. Енді мына жерде Бақытхан ағадан кейін сөз айтып, Хабиденнен кейін өлең айтып қажет емес. Міне көрдіңіз ғой біздің азаматтардың қандай екен. Сөйтсе де тәте қызым секілдім ғой, өзіңіз білесіз. Бақытбек менің қолымда болды. Біз сізді жақсы көреміз, құрметтейміз әрқашанда. Мына жерде айтайын дегенім, Бақытбек анасын қалай құрметтейді, осы Бақытбектен үлгі алыңыздар. Кеш болса болды, анасының аяғын жуып, массажын жасап, солай ғой тәте. Осындай ұлды дүниеге әкелген, сіз бақыттысыз. Сондықтан да бәрімізге осындай ұлды нәсіл етсін, қайдан өзі. Сөйтсе де тәте, сіз бақыттысыз. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырдыңыз. Оны бағалағандар айтып жатыр ғой, қайталайтын емес. Сөйтсе де аман жүріңізші. Осы жапырақтарыңыз шайқалып өсе берсін, өне берсін. Сіз өлмеңізші. Біз сізді жақсы көреміз. Қашан барсақ та дастарханы кең жайылған. Анамыздың дастарханы осы міне осындай. Барып, қай
күні барсаң да дәм татып осы тәтеміздің шайын ішіп қайтамыз. Тәте, басым дейіп. Өшпеңіз, өсіп жайнап жүре беріңіз. Жастар атынан бір сөйлеп қояйын. Нұрағам, бақағам менің нұрағам, көңілдің кілтін бұрағам. Шығысым деген ән кесап, бүкіл Қазақстан сұраған. Ойбай дегені болмаса негіз ұлағам осы кісі. Ал енді біз жастар атынан, қарындастар атынан, бауырлар атынан бір сыйлық жасайық деп едік енді. Тұмар үйіңізде тұмар оң жақта болсын. Одан кейін келесі осы уақытта 2 күннен кейін апа босағада ақ келін тұрсын. Рахмет. Мәдениет үйінің атынан 1 жылға. Мәдениет үйі жылқы сыйлап жатса, кітапхананың атынан Албақбек бүгінгі шығармашылық кешім маманың 80 жасқа толған мерейтойы қайырлы құтты болсын, тойлардың тойға ұласын, барлық жақсылықты сіздерге тілеймін. Орданың қызы күршімге сіңген осы Бақытбекті жұмысқа алған алғашқы директор Айман. Айда, сен күршім емессің, сен Қызылорданыңсың. Рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, бүгінгі кештің бақалюк дейміз. Бұны енді бұл кішкентай бала кезінен қолымызда өсіп, міне өнер өрге жүзіп, қандай керемет бүгін шығармашылық концерт беріп жатыр. Керемет енді концерт айтар жоқ. Жаңа ғибратқа рахмет. Бақытын Фазылұлы айтып кетті ғой, осының бәрін ұйымдастырып жүрген. Енді бұның басқа бір қырларын айта кетейін мен директор болған кезде спектакльде ойнаған керемет артист. Сол кездегі ең жас жігіт осы болған. Актер болған, өзі керемет әнші, осы күршімнің серісі десе болады. Қай кезде қарасам тап-таза, қолына келмейтін нәрсесі жоқ. Біз істей алмаған нәрсені осы Бақытбек істейді. Енді анасын айтарым, 80 жасқа толып жатыр екенсіз, тәте. Сіз бақыттысыз шынымен де. Осыншама баланы өсіріп, оның бәрін жеткізіп, қызығын көріп, екінің бірі мұндай той жасап беріп жатқан жоқ 80-ге толған анасына. Бақытбек пен қыздарыңыз, ұлдарыңыз осы той жасап беріп отыр. Рахмет, Алла разы болсын. Бүгінгі енді сіздердің барлығыңызды алғыс күнмен құттықтаймын. Алғыс айтамын бар болғандарыңызға, аман болғандарыңызға. Рахмет. Әрекет олай болса, барлық әріптестердің атынан бүгінгі концертіміздің, бүгінгі тойымыздың, бүгінгі мерей тойымыздың тамаша ағарын келтіріп жүрген ғибрат шоу әншілері, әртістері, достар әні сіздер үшін. Будущий день покажется светлым, веселый среди
прямо сейчас надо налить. Нам хочется петь и хочется жить. И каждую встречу мы помним ее, нам никак не забыть. Гулять до утра, мы будем опять. Ведь завтра из нас кто-то будет об этом с трудом вспоминать. И как теперь быть? Пожалуй, налить. Алло, she's mine. Just a kiss of mine. Come back for the shirt and then again. Just a kiss of mine. Если гулять, нам повторить. Все друзья вместе и прямо сейчас нам надо налить. Алло, she's mine. Just a kiss of mine. Come back for the shirt and then again. Just a kiss of mine. Если гулять, нам повторить. Все друзья вместе и прямо сейчас нам надо налить. Алло, she's mine. Just a kiss of mine. Come back for the shirt and then again. Just a kiss of mine. Если гулять, нам повторить. Все друзья вместе и прямо сейчас нам надо налить. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Рассвет на крыше, человек из дома выше, поглядеть на мир поближе, с утра. Человек много надо, что было на сердце радость. Он смеется с снегопаду, солнце, небо и ветра. Стояли с тобой, как всегда, но этого мало. Как всегда, позвала тебя мама домой, я метнулся к вокзалу. Опять от меня сбежала, отсюда электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду. Домой по привычке. Железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня вернулся дядь. Ярославний час разлуки, Ярославний час разлуки, говорит наверное.
ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, ладушкой. Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, но не назвав ни часа, сказала только жди. И вот с утра волнуюсь, я жду телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Но ты забыла номер телефона, и тут ты смеешься над радостью моей. Я не понимаю, зачем ты так сердита, но перестань смеяться, ты позвони скорее. Ты позвони скорее. Шагает солнце по бульварам, сегодня солнце влюблено, и на ходу влюбленным парам улыбается оно, и ветерок поет недаром, и день сияет голубой. Ведь я шагаю по бульварам на свидание с тобой. Живу мечтой, я живу мечтой одной, ведь моя мечта стала моим сном. Да ты зажгла мой огни, даже сердце уже не стало в этой сумке время. Рахмет, бәрекелді құрметті ағайындар, олай болса осы тамаша би деген бағдарламамызды жалғастырсақ, Илябин деп бірінші астын артын қайырайық. Мына астын артын қайырмай дастарханнан тұрып кету бұл қазақта үлкен әбестік қой. Сондықтан қазір Илябин деп астын артын қайырып, ары қарай шай дастарханы бар, би дастарханы бар, тойымызды осындай берекесімен жалғастырсақ деген ниеттеміз. Қабдолға құда бар ма екен, Қабдолға? Шығып кетті ме? Кім бар? Шәрбаға. Ахмет аға. Бәрекет құрметті ағайындар, олай болса барлығымыз Илябинден артқан баста ниет етіп алақан жайып бүгінгі астың артын қайырып бір ақтөре қалыста тамамlayan болсын. Ağlayın oğlasın, ol yoluna başlasın, keyfi sevlet versin, keyfi iyi versin, oy toylasın. Kardeşimizin tuğan günü kutlu ol, yaşına jaz, basına bas bozulup, değerine geçebilirsin, kızını görebilirsin. Allah Teala bir yaşını görebilirsin. Amin. Amin. Aykanınız olay olsa kendinize biraz boy takatıp, ortadan çıkıp, bir bilip, үлкендеріміз шай дастарханына барып шай ішіп, ішкені біраз демалып